Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар. Мен Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы Үстірт орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Исанбаева Гүлшатай боламын. Мен сендерге 2-ші сыныптың әдебиеттік оқу пәнінен сабақ өткізбекшімін. Ал олай болса, экранға назар аударыңыздар. Әдебиеттік оқу пәніне қош келдіңіздер. Балалар, олай болса, экрандағы психологиялық дайындық бірге айтамыз. Менің артымнан қайталаңыздар. Үлкенге де сіз, кішіге де сіз, барша жанды құрметтеп, бас иеміз біз. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, өткен тақырыпты еске түсіріп алу үшін тарау бойынша мен сендерге сұрақ-жауап әдісі бойынша тест сұрақтарын дайындап келдім. Сіздер қалам және дәптерлеріңізді алып отырыңыздар, жайғасып алыңыздар. Олай болса, тек сендер жауапты ғана белгілеп отырасыңдар. Дұрыс жауапқа плюс, дұрыс емес қате жауапқа минус қойып отырасыздар. Өздеріңіздің білімдеріңізді сынап көресіздер. Олай болса, ары қарай экранға қараңыздар. Көзі моншақтай, өзі жып-жұмыр, құйрығы шашақтай, ерні жып-жұмыр деген өлең жолдарда қай төл туралы айтылған? А. Лақ, Ә. Бұзау, Б. Қозы, В. Құлын. Қайталайын, балдар. Көзі моншақтай, өзі жып-жұмыр, құйрығы шашақтай, ерні жып-жұмыр деген өлең жолдарда қай төл туралы айтылған? А. Лақ, Ә. Бұзау, Б. Қозы, В. Құлын. Ал белгілеп ала қойыңыздар. Енді дұрыс жауапты тексереміз. Демек, бұл В. Құлын дұрыс жауап. Жарайсыңдар, балдар. Дұрыс болса, плюс қойып қойыңыздар. Келесі сұрақ. Өмірде болған адамның басынан өткен әңгіме қалай аталады? Өмірде болған адамның басынан өткен әңгіме қалай аталады? А. Жұмбақ, Ә. Жаңылтпаш, Б. Аңыз, В. Мысал. Ал белгілеңіздер, балдар. Демек, дұрыс жауап тексереміз. Өмірде болған адамның басынан өткен әңгіме аңыз. Жарайсыңдар. Келесі сұрақ, балдар. Жан-жануарлар аңдар жөнінде әңгімелеген ертегіні ата. А. Байлық пен ақыл, Ә. Аңқау арыстан, Б. Ұртоқпақ. Ал белгілей қойыңыздар, балдар. Олай болса, дұрыс жауапты тексереміз. Жан-жануарлар аңдар жөнінде әңгімелеген ертегі аңқау арыстан. Жарайсыңдар, балдар. Менің қолымда мына қорапшада сөздер жасырынған. Бұл сөздер қандай сөздерге? Қане қарайықшы. Жомарт сөзі, жомарт. Келесі сөзді қараймыз. Келесі сөз щедрый, щедрый. Демек, generous, generous. Демек, жомарт сөзі орыс тілінде щедрый, ағылшын тілінде generous деп аталады, балдар. Олай болса, экранға назар аударыңыздар. Жомарт, щедрый, generous. Демек, бүгінгі тақырыбымыз Мұзаффар Әлімбай кім жомарт, не жомарт тақырыбын өтетін боламыз. Сабақтың мақсаты шығарманың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және кім жомарт, не жомарт жайлы түсінікке ие боласыңыздар. Олай болса, балдар, оқулықпен жұмыс жасаймыз. 71-ші бетті ашыңыздар, балдар, оқулықтарында. Мына Мұзаффар Әлімбайдың кім жомарт, не жомарт өлеңін бірге оқимыз, балдар. Олай болса, балдар, бірінші мына көрсеткіш саусақтарымызбен жүргіземіз. Көрсеткіш саусақ арқылы миымызға біздің
сигнал барады. Сол арқылы біз есте сақтау қабілетіміз өте жақсы болады. Кім жомарт? Батыр жомарт, халық үшін жанын берген. Кім жомарт? Ұстаз жомарт, бар балаға тәлім берген. Не жомарт? Жер жомарт, адамзатты асыраған. Не жомарт? Күн жомарт, жерге нұры шашыраған. Жарайсыңдар балдар. Бұл жерде балдар ақынымыз батырды жомарт, халық үшін жанын берген деп батырымызды жомарттық екен алып отыр. Және ұстазды жомарт деп атап отыр. Бәр балаға тәлім берген. Жерді жомарттық. Демек, жеріміз адамзатты асырап отыр. Жер анамыз. Күн жомарт. Күн жомарт, демек, күн бізге жылулығын, нұрын, барлық жылулығын бізге шашырап беріп отыр екен. Олай болса, ары қарай балдар, кім не сұрағына жауап беретін қай сөз табы балдар? Естеріңізге түсіріңдерші. Кім не сұрағына жауап беретін қай сөз табы? Естеріңізге түскен болса, демек, бұл зат есім екен. Заттың атын білдіріп, кім не сұрағына жауап беретін сөз табы зат есім деп аталады. Жарайсыңдар балдар. Балдар, автор туралы қысқаша мәлімет біліп өтейік. Автор Мұзафар Әлімбай 1923 жылы 29 қазанда Павлодар облысы Шарбақты ауданы Маралды атырабында дүниеге келген. 2007 жылы дүниеден озған. Олай болса балдар, сіздер топтастырып қараңыздаршы қане. Ақын жайлы экранға қараймыз. Мұзафар Әлімбай Павлодар облысында туған, 1923 жылы туған, ақын, халық жазушысы, Ұлы Отан соғысына қатысқан, 2007 жылы дүниеден озған екен. Ал балдар, олай болса, бір серігіп алайық. Бірінші тапсырманы менімен бірге оқимыз. Көрсеткіш саусақтарыңызбен ары қарай. Ей перзентім, сен жомарт адамдар сияқты халқыңа қызмет етуді ұнатсаң, әуелі жомарттықтың не екенін біл. Жомарттықтың негізі 3 нәрседен тұрады. Бірі айтқан сөзіңді қалтқысыз орындау, екіншісі туралыққа, әділдікке нұқсан келтірмеу, үшіншісі қайырымдылықты естен шығармау. Демек балдар, сендер халқыңызға қызмет етуді ұнатсаңыз, жомарттықтың не екенін білу керек екенсіңдер. Жомарттықтың өзі 3 нәрседен тұрады. Бірі айтқан сөзді орындау, екіншісі әділ болу, үшіншісі қайырымды болу дейді. Бұл қабуснамадан алынған. Қабуснамаға кішкене тоқталып өтейін балдар. Қабуснама дегеніміз, қабуснама бұл үгіт-насихат кітабы. Үгіт-насихат кітабы авторы Қайқауыз. Қайқауыз Каспий теңізінің оңтүстік жағалауында мекендейтін Гилан ру тайпасының
ұсақ феодал семьясында 1021-1022 жылдарда дүниеге келген. Демек, балдар, Хабуснаманың авторы Қайқауыз екенін де естеріңізге түсіре кетейін. Жомарт сөзін қане топтастырып қарайықшы, балдар. Бірінші, жомарт сөзі сөзінде тұру, әділ болу, қайырымдылықты естен шығармау, тура сөзді болу, айтқан сөзіңді қалтқысыз орындау, халқыңа адал қызмет ету. Демек, жомарт сөзін, жомарт не екенін сендер терең түсіндіңіздер деп ойлаймын. Енді олай болса, балдар, экрандағы мақал-мәтелге назар аударыңыздар. Сараңда бар болса да жоқ, жомартта жоқ болса да тоқ. Демек, сараңда бар болса да, қолында бар мал, мүлкі, дүниесі, денсаулығы бар болса да, менде жоқ, ешнәрсе, ештеңе жоқ деп не істей береді? Жоқ деп өтеді екен. Ал жомарт адам болса, барлы қолында жоқ болса да тоқ дейді. Қолында барына шүкір етіп, өзін бармын, мен баймын деп өмір сүреді екен жомарт адам. Демек, жомарт сөзінің қарама-қарсы сөзі сараң. Бұл жерде қарама-қарсы сөз, мағынасы қарама-қарсы сөздер антоним деп аталады. Жомарт сөзінің қарама-қарсы сөзі сараң. Олай болса, балдар, мына экрандағы кім жомарт, не жомарт, яғни ақынымыздың, авторымыздың бізге айтатын кім жомарт деп атаған, соны қалам мен дәптерлеріңізге жазыңыздар. Мына сызықтың орнына сөздер жазасыңдар. Кім жомарт деген тұсына және не жомарт деген тұсына дәптерлеріңізге жазыңыздар. Сосын артынан тексеретін боламыз. Демек, тексеріп қарайық, балдар, қане кім дұрыс жазды екен? Кім жомарт? Батыр жомарт. Кім жомарт? Ұстаз жомарт. Не жомарт? Жер жомарт. Не жомарт? Күн жомарт. Осылай жазған болсаңыздар, балдар, сендерді мен осылай бас бармақ пен бағалаймын. Жарайсыңдар. Олай болса, балдар, экранға назар аударыңыздар. Жер жомарт ақынымыздың айтқан сөзінде жер жомарт адамзатты асыраған. Шынында да жер адамға не береді екен? Ары қарай ойланыңыздаршы. Шынында да адамға жер жемісін береді және де бізді асырап отыр. Жерді анамызға теңейді екенбіз, балалар. Екінші, күн жомарт. Жерге нұры шашыраған. Шынында да, егер күн сәулесі жоқ болса, біз өмір сүре алмаймыз. Күн бізге бүкіл жарығын, жылуын, нұрын төгіп тұрады екен. Жарайсыңдар, балдар. Мен сендерді бас бармақ әдісімен бағалаймын. Менің сабағымды жақсы, өте жақсы қатысып, манағы тест сұрақтарына дұрыс жауап берген, жүргізіп оқыған балдарды мен міне осындай жарайсың. Осындай бағамен бағалаймын. Ал дұрыс қатыса алмай, көңіл күйі болмаған балдарды осылай бағалаймын. Ал тіпті қатыспай отырған балдарды осылай бағалаймын. Менің сабағымда бүгін оқушылар түгеліңіз осындай баға алдыңыздар деп ойлаймын. Ал енді сендер, балдар, мені бағалап жібере қойыңдар бас бармақ әдісі арқылы. Егер менің сабағым сендерге ұнаған болса, осылай бағалаңдар. Онша әрі де толықтыру керек болса, осылай бағалаңыздар. Ал тіпті көңіл күйлерің болмай, менің сабағым ұнамаған болса, осындай бағалаңыздар. Мені осылай бағаладыңыздар деп ойлаймын. Балдар, үй жұмысы кім жомарт, не жомарт өлеңін жатқа айтатын боласыңыздар. 71-ші бетте жаттап алыңыздар және Мұзафар Әлімбай автор жайлы біліңіздер. Қош сау болыңыз.